оқушылар, менің есімім Оразалы Батыржан, мен Оразалы Жолбеков атындағы Ақ мектептің 8-ші А сынып оқушымын. Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым жасанды интеллект медицина саласында. Қазіргі заманда мамандық түрлері өте көп. Көп адамдар мұғалім, дәрігер, экономист, заңгер және тағы да басқа мамандық түрлерін таңдаған. Ал қазіргі жоғары сұранысқа IT мамандар, CRM мамандары ие болып барады. Осы да заманның тез дамып бара жатқанын байқауға болады. Болашақта қандай мамандық сұранысқа ие болмақ? Бұл туралы сарапшылар, түрлі пікірлер айтып, зерттеушілермен жан-жақты зерттеп, бала кезімізден бастап болашақта адамның орнына роботтар жұмыс істейді деп естіп келеміз. Қазіргі уақыттың өзінде роботтардың көп түрлері бар. Медицинада өндірісте, тұрмыстық салаларда өндірісте. Соңғы ғасырдың жартысынан бері түрлі елдің ғалымдары адамның санасы сияқты әртүрлі функцияларды басқара алатын күрделі механизмді жасанды интеллект жолмен жасап келеді. Жасанды интеллект интеллектуалдық бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы. 1926 жылдың жазында Джон Маккетли есімді американдық бағдарламашы 1900 ақш-тың Дармут колледжінде өткен ғылыми конференцияда бұл терминді алғаш рет қолданған. Ол компьютерлік бағдарламалардың ең алғашқы түрлерінің бірі Липстің негізін салған. Шындығында жасанды интеллект Джон Маккетке дейін қолданылған, тек оған дәл сол атап берілмеген. Мысалы, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Алан Тюринг есімді ағылшын математигі немістің құпия ақпаратын бұзып, оның шрифттан шығаратын машинасын құрастырған. Алан Тюринг соғыс кезінде Германияға әскери теңіз флотының хабарламасына криптоанализ жасайтын ағылшын үкіметінің Х-8 атауынан Е тобына жетекшілік еткен. Ол немістің Enigma аппаратының кодын бұзып, мыңдаған адамның өмірін сақтап қалды. Соғыстан кейін ағылшын ғалымы алгоритмдік анализдермен айналысып, 1920 жылы компьютер интеллектінің деңгейін анықтайтын тест әдісін жасап шығарды. Тюрингтің бүгінгі тестке дейін қолданып келеді. Жасанды интеллект екі бағытқа бөлінеді. Біріншісі, бағыт адамның интеллектуалды әрекетінің өнімін қарастырады және оның құрылымын меңгереді. Ал екіншісі, бағыты интеллектуалды іс-әрекетінің нейрофизиологиялық және психологиялық механизмі туралы мәліметтерді дәлірек айтқанда адамның саналы іс-әрекетін қарастырады. Медицинаға жасанды интеллект не үшін қажет? Дәрігердің тәжірибесімен аурудың диагностикалау үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Ғылыми әдебиетке және миллиондаған аурулар тарихында қол жеткізуге ие миллиондық желі жағдайда тез жіктеп, оны ұқсас және емдеу жоспары бойынша